Бүгін жарқын тойлайтын күн думанға тоймайтын күн. Талғаныңша секіріп таң атқанша, қанғаныңша кекіріп ойнайтын күн. Ағайындар ақ тілегі шалқитын күн, жүректер қорғасындай балқитын күн. Сол жүректі қорғасындай балқытатын, қуанышы мен шаттығына шалқытатын сізбенен біз. Біз сімілі салмай сөздің құрғағына, о Алла қуат берші тіл жағыма. Осы отырған ағайын міне бүгін күе болады екі жастың бақыт тойларына. Ассалаумағалейкум амандастым әкесінің ұлы мен қыздарына. Жарты күндік жалғанға қонақ болған жаратушы бір Алланың құлдарына. Біз сімілі бел болған соң сөйлеу қанық, сөбелі сөз айтудан құр қалмадық. Ер азамат болған соң елге ортақ, жаным менің сіздерменен тұр жалғанып. Іркілмей іске көшіп ізгі жолмен, ібілістен іргемді сақтайманып. Жаңылмай-ақ сөйлейін сақ болған соң, он күнәнің тоғызы тілден анық. Ассалаумағалейкум аман бекен, қадірін қолдағының білген халық. Күніне мың бір бәле көрсе дағы, Құдайдан күдер үзбей жүрген халық. Ассалаумағалейкум қалың қазақ, қарындарым тойдырған қанағатпен. Намазда алда тұрар имам құсап, асаба алға шықты салауатпен. Асабаға айрандай ойысын ел, намаз оқып жатқандай жамағатпен. Қаумалаған ағайын аманбысың, қуанышқа жиылған жамағат кең. Тарихтар төрінде атап айтатын болсақ, Мәди ағамызбенен Ботагөз жеңгеміздің бір баласы екеу болып, екі қуанышы жетеу болып, кең ашылған құшақты одан әрі айқара ашып кеңетіп, екі жастың терезесін теңетіп, өзінше бір ел етіп, дүрілдетіп, түбірлетіп, елге думан құрып жатқан жайымыз бар. Олай болса, бүгінгі кеш көңілдетіп ойдағымыз, бас қосып тікті отау бойдағымыз. Ақ түйенің қарыны жарылған күн, құтты болсын, Оңғарбаев Жетіру Рамадандар әулеті тойларыңыз. Қуаныштарын ортамызға шақырып алсақ деген жайымыз бар ағайын. Ұлым, қызым, тең тапса деп өзімдей, ата-анасы тілеуші еді көз ілмей. Міне бүгін ұрпақтары тең құрды, бір-біріне Сақинаның көзіндей. Кеудесінде асқақ арман мықты үміт, келедәне қосақ қуда жұп құрып, жаңа өмірге қадам басқан жастарды қарсылайық, орнымыздан тік тұрып, жас қондырған аққұсың құтты болсын. Өміріңнің ақырына дейін осы аяулыда ардақты жарыңды аялап мәпелей жүр. Мынау назар есіңде болсын, тыңдап ал. Біздің қазақ айтады: әйелің күлсе күліп жүресің, ашуланса үріп жүресің. Әйел күлсе құт, ашуланса жұт. Еркек ашуланса ақшасын шашат, әйел ашуланса төркінге қашат деген айналайын. Қазақтың мағынасы мықты, осы бір нақыл сөздері есіңде болғаны жөн болар. Біз боламыз бұл заманның көрегені, осы болар тек Тәңірдің жебегені. Ағайын, аянбай-ақ қол соғайық, осылар ғой бүгінгі түннің қыз жібекпен төлегені. Басталатын баладан жаман тілек тілеусіра жатылған. Жер бетінде бір тілеулес болса егер, біле білсең, ол өзіңнің атанаң деп, яғни жаңа мың жылдық құдаларды мен ақ тілек алаңына шақырған. Ендеше, қадірменді қос құда, тойларыңыз және бір рет құтты болсын, той тойға болсын, той осында барлық жиылған жақсыларға жұғысты болсын. Мынау айтады ғой, қашан қайда қосарын Құдайдың өзі қолдайды. Құдайдың өзі қосқан соң, аты да оның сондайды. Мәди аға, қыз берілмен кезінде назданады жағдайда. Бір себептен бір себеп терлетеді ау маңдайды. Қыз аларман кезінде алдыңда боп көбелек, елші туы желбіреп, ел болмасқа қоймайды. Деген сөз бар қазақта, құдасымен қас болған мың жылда да оңбайды. Мың жылда да басылмас құдайықтың айғайы, қиқуымен пай-пайы, киіктерімен сарпайы. Ұлым құзым өрістегі жемізеді, шаттығын ата-ананың бөліседі. Сағынып қауышқанда құдаларым, төс қағысып бір-бірімен көріседі. Осындай қаумалаған қауымның ағайын туыс бауырдың алдында құда мыңжылдықтың дәлелі ретінде құданың төс-төске түйісіп, құдағайлар шөп-шөп сүйісіп жатса, нұр үстіне нұр болар еткенеге. Жігіттер музыкамен дейміз. Құда болсын мың жылдық, күйеу болсын шын жылдық, бақта құстар сайласын, жан-жағаға күлкілі, күлімдеген алайық. Әр күннің
жарқыны, құтты болсын құдағай жаңалықтың алтыны. болсын мың жылдық, күйеу болсын жүз жылдық, бақта құстар сайрасын, жан жадырап күн күліп, күрімдеген алайық, бидодағы салайық, күнде болмас мұндай той. Шашуғанда Қазақ осы құда бол деп қинайды, құдаларын құдайындай сыйлайды. Кетерінде байқада тұр саған дол, той мінгізіп жібек шапан сыйлайды.